Ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Өмірден өткенде 8 жылдан асып 9 жылға кетіпті. Менің өмірімдегі ең бір ауыр сәттердің бір, анам алғаш өмірден өткен кезде маған келген ой, анасынан айырылған адамдар неге осыншалықты ауыр болатындығын неге айтпаған деген ой келді маған. Анаңызға жасай алмаған жақсылықтар бар ма? Өзімді жұбататын бір сәт бар. Анам өмірден өтерінен бір апта бұрын бір өтініш айтты маған. Енді қандай өтініш екен жұмбақ болып қалсын, сол өтінішін орындадым мен. Бірақ ол кезде мен оның соңғы өтініш екенін білген жоқпын. Бірақ енді кейінгі өмір жолы тағдыры білдірді, соңғы өтініш екен. Бір жұбаныш болатын нәрсе, сол анамның соңғы өтінішін орындадым. Періштең болып қорғайды, пештей болып орнайды, жеті қат жердің үстінде анамдай жылу болмайды, анамдай сұлу болмайды. Енді қазір осы өмірде де еркелейтін адамдарымыз бар, достарымыз бар, жақындарымыз бар, бірақ олардың бәріне бір мөлшермен еркелейсің да, ал анаға деген еркекте шек болмайды. Сен қанша еркелесең де ананың мейірімі, ананың оны қабылдауы одан кең болып тұрады. Содан түсінген тұжырымым, ана сияқты сенің жан дүниеңді түсінетін адам болмайды, ол қайталанбайды. Ана сияқты сенің еркелігін көтеретін адам екінші қайта берілмейді адамға. Ана сияқты сенің жағдайыңды ойлайтын адам да қайтып өмірге келмейді. Мен Алматыдан көлік алып, сатып алып, келе жатырмын деп хабарластым. Түнімен жол жүріп, таңғы 5-те кірсем, анам тапшаның үстінде мені күтіп отыр екен да. Таңғы 5-те. Сонда ұйықтамаған, бір тәулік ұйықтамай мені күтіп отыр ғой. Қазір олай ешкім күтпейді. Және ешкім күте алмайды. Сондықтан әрине ананы сағындым. Ананы сағынбай өткізген менің күнім жоқ. Қазір жаныңызда болса, не айтар едіңіз? Бірде ауылға қонаққа бардық, әкеміз екеуміз. Сөйтіп, төрде отырған бір Ділләш деген шешеміз бар, жасы 90-нан асқан. Сөйтіп, маған қарап айтып жатыр да, мына бала кім дейді. Мен танымай отыр, енді жасы 90-нан асқан кісі. Сөйтіп, мен айттым, мен Батырдың баласы Абайым ғой дегенім. Ой, жаным әшейін, шырағым деді ана кісі. Анам өмірден өткелі бері ондай сөзді естімеген едім. Тура сол анам айтып атқан сияқты бір сезім болды. Тура ана кісі анам сияқты, ана сөзді анам айтып жатқан сияқты бір сезім болды енді ерекше. Содан айттым мен, мына сөзді бүкіл әлемді шарласам таба алмайтын сөз ғой мынау, шырағым деген сөз. Сөйтем төрде отырған бір ақсақал айтты. Әлі бұндай сөзді айтатын адам да қалмайтын жасқа жетесің, бұл сөздің қадірін сол кезде шын білесің деді. Егер анаммен жолықсам, сол шырағым деп айтыңызшы деп айтар едім. Сондықтан анасы бар адамдар неге мән беру керек? Ата-ананың батасын ап қалуға мән беру керек. Ата-анаң тірі болса, бұрын анам тірі кезде әке-шешең бар ма деп сұрайды да бір үлкен кісілер. Сон бар десем, ой, бай адам екенсің дейді. Мен оның кәдімгі бір сөз деп ойлаушым. Сөйтсем шын сөз екен ғой сол. Ақиқат сөз екен, ата-анасы бар адам бай адамдар екен. Қазіргі енді тұжырымым, ата-анасының көзі тірі бола тұра күніге ең құрғанда бір рет хабарын білмейтін адам, бір рет құшақтамайтын адам, оны мен толыққанды адам деп есептемеймін ондай адамдарды.